қыздар, қалай жағдайларың? Жандарым сол, жақсысыңдар ма? Бүгін базарға шыққан жоқпын. Құрсын өл деген үкімет жоқ. Демалып жатырмын, кино көріп. Өле шығып бері. Сені бар емес пе, біздің базарда телефон сататын күшті бір жігіт бар. Сонымен сөйлесе ырғыңдамай, жырдыңдамай. Бір жері сары, бір жері қара, неме бұты қысқа, мұрны қисық, бір жері тыртық, бір жері жыртық демей, айналайын құрсай жүре бермей. Әке шешені оямдатпай. Сәлем қыздарики, қалайсыңдар, қалай жағдайларың? Капец, тағы бастадыңдар ма? Ол бала капец сапец қойда, шынымен Зәмза дұрыс айтады. Бір күні бір жігітпен сөйлессем, капец не дейді десе, блин, мен мамам папама қарайсын, қарындастарыма қарайсын дейма. Вообще условия ғой тұрған, мен условия, И айтты, мен айналайын қатын емес, нянька тауып алыңды дегенсің ғой. Қуасың ба, Оля, нянька тап деп айттым деген нес? Енді дұрыс қой, бұл әке шешеме қара деп айтпағанда не деп айтады енді? Барлық бала сөйтіп айтады. Ойбай, Замза, сен де балаңмен сөйлестік. Ой, кішкентай айналайын, енді құры дегенде де сондай балдарға жібермейтін шығарсыңдар. Немене, момын дейтсіңдер. Ой, кішкене красавчик, түрі әдемі, бір бойы ұзын. Уля, жаным сол. Беті қуыршақтай жігіт әкеп қойсаң да бар емес па, ертең ағайының бар, айналайын, алыс берісің бар, баратын жерің бар, киетің бар, ішіп жейтінің бар, бала шағыңды асырап отырған еркек мына красавчик, жаным, ең красавчик жігіт сол. Түрі жылтырап бет, жоқ қой, көріп тұрсың ғой, жоқ деп ішіп жүрген, ырбиып қаның ішетін еркектің несі жақсы сол, әдемі ма? Құдай бәрі қатаятын бір тұр ғой, шал болғанда бір тұр бәрі. Сосын жырайып қалады, тұр, не қыласың? Сервантқа қоясың ба, оны көрмеге көрсетесің ба? Ұл бала, шашың үрпейіп, аузың дүрдемей, тұрмысқа шық. Әке шешеңнің көзі тірісінде батасын алып, көзінің алдында кеткен бір бөлек. Ертең жаңа көзі кеткеннен кейін кеткенің бір бөлек. Саған осылай батырып айтпаса жүре берейін деп тұрсың ғой. Ойбай, шашымыз үрпейіп, аузымыз дүрдейіп жүрсе де, Құдайға шүкір өзімізден еріп жүрген балдар көп аттак. Замза, момын болғанда да такой степени момын сөйлемеді ғой, айналайын, екі күннен бері картинкамен, смайликтермен сөйлесіп жатырмыз, Картинка жібереді, тық еткізіп қарасын, смайлик жібереді, бірдеңе жүрсің, смайлик жібереді. Угадай мелодия болып жатыр, Не надо маған? Де сөйлеу керек шығар, ол емес, мен жігіт болып кеттім ақыры, сөйлеш, даусыңды естик та, деп капец. Мен де сені таныстырдым ғой қай бір күні, абысынымның баласымен. Жауап бермейсің, WhatsApp-қа жазбайды екенсің, звондаса көтермейді екенсің. Гүлі қоя ғой, сен де жігітіңмен сөйлескенбіз, пысығына базар жоқ, ДТВ, Альфонс ба бірден, ана балаң сенің. Айналайын, пысықтығы соншалықты бәрін есептеп қалған ғой. Осы уақытқа дейін отчет тебе, үй жоқ па не сенде? Отчет тебе, машинаң жоқ па не деп. Машина өзіңдікі ма, дема, мә, Мен оған емес, ол маған тиін деп отыр ғой. Байлығына, ақшасына, қыздардың, жағдайын жасап алып, қиналмау керек болып жүрген балағына балаң ішкен жүрген есеп. Қай бір күні саған бір жігіттің номерін бердім ғой, бірге істейтін. Образованный, үйі бар, жайы бар. Не дегенсің? Не дедің, несі жақпай қалды тағы? Ляшка, сен баламен сөйлестім. Профессор ма не жібергенсің? Әл-Фараби Фирдауси жібергенсің. Анауың оқығанда да базар жоқ оқыған бала екен, оқып миы шығып кеткен оның. Вообще түсінбедім ананың. Әлемі бөлек қой, айналайын, анамен вообще әңгімем жараспады. Капец. Менің әлемі басқа, Мен оны түсінбедім, ол бала мені түсінбеді, мен араласатын бала емес анау. Ортасы капец, Менделеев, Ломоносов, ғұламалардың ортасы болмаса, извини. Маған күйеу емес, мұғалім ба, ұстазым болатын шығар, айналайын. Қатты оқып кеткендер керек емес маған. Ол бала қойсай, шынымен де, өзінде кішкене қыз құсап жиналсай, көйлек киіп, дұрысталып, кішкене. Кім жағады саған? Үйдің үлкені болса үлкені дейсің, кішісі болса кішісі дейсің. Сөйлемесе сөйлемет момын дейсің, сөйлесе сампылдақ дейсің, біресе машинасы жоқ дейсің. Құрман көкемнің баласын да жақтырмадым, тым жақсы ұлпысын әп-әдемі жігіт. Вақтыда істейді, соның күтіп жүрем ба, қасымда отырмағасын деп. Болмайды ғой олай. Ойбай, вақтыда істейме, шақтыда істейме, нең бар істе? Ойбай, соны өсіп деп бетіне қарап отқанда, не істейсің? Мұрнынан ақша шыға ма? Ақша тапсын. Біразға келдің ғой, енді ажырата алатын шығарсың. Танысқан жігітіңнің ортасына қара. Жолдастарына абыройы бар ма, сөзі жүре ма, қандай талғаммен киіне ма, тапжанақтай ма, сөзінде тұра ма, соның бәріне қара. Оқыған, тоқыған білімді жігіт болсын. Оқыған дұрыс ғой, бірақ пысық болған да жақсы.
араласуға жақсы жігітке шық, араласатын, өзің барып келе бер деп отыра беретін еркектер де бар ғой, қойш деп. Сондай араласуға жақсы, сосын пысық, үйдің анау мынау қисайған жерін жөндейтін, ебі бар үйге, электрикаға ебі бар, бақшаға ебі бар, сондай жігітке шық, еңбекқор. Базар жоқ қыздар, вкустарыңды білдім, короче, бар емес па, иә? Асырайтын и Сәкен Жиздем сияқты красавчик, денелі, красавчик, четко киінетін, и Ерлан Жиздем сияқты ойнап қалған, әзіл қой, и романтикаға күшті ғой. И потом Ғалымжан Жизде сияқты жаңағы еңбекқор, короче, үйді асырайтын жігіт тапқан кезде айтасыңдар ғой, пожалуйста, тем. Ой, қасқай, ондай бала болса нем бар саған айтып, өзім ақ дей алмай ба? Қара шаңырақ, өзіңде өстім бір кезде бала шашылап, қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол бұл, қиялға қала салып қақпаңнан сенің арманмен шығып кетіп ем, қалдаға жол бұл, қиялға қала салып